Сәлем достар, бүгін сіздермен 12 қасық пирогын дайындайтын боламыз. Бұл жерде ол үшін бізге жұмыртқа 3 немесе 4 жұмыртқа қоссаңыздар болады, көлеміне қарай. Жұмыртқаның үстінен 12 қасық қантымызды саламыз. Және бұл жерде ерекшелік бар. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар көретін боласыздар. Қантымызды жақсылап ерітіп, үстінен ұн және сүтті азын-аулақ бір-біріне біріктіріп салатын боламыз. Әрбір қасығыңызды өлшеп салсаңыздар ыңғайлы болады. Осылай бір қасық ұн, бір қасық сүттен араластырып отырамыз. Қатты, қою немесе сұйық болып кетпеу үшін. Қосқышымызды қосып жібереміз. Ол каждый раз араластырған кезде жақсырақ көтерілу үшін. Бұл 12 қасық пирогын бисквит ретінде торттарға қолдансаңыздар да болады, немесе жай ғана шайға ішсеңіздер де болады. Байқасаңыздар, қопсытқыштан көбірек пузырьки шығып тұр, көпіршіктер. Ол деген сөз бисквитіміз биік, қамырға жақсы сіңді деген сөз. Онда мен 12 емес, 10 қасық салдым. Бисквит көбірек көтерілу үшін осындай крем сияқты болу керек, қатты сұйық емес, немесе қою емес. Оның үстінен 12 қасық сұйық майымызды үстінен саламыз, өсімдік майын. Майды мен соңынан қарай саламын. Қалыпқа тысқа салған кезде жабысып қалмай жақсырақ пісу үшін. Дайын болған крем сияқты қамырымызды 5 бөлікке бөлдім. Осы 5 бөлікке мен қазір әртүрлі түстерден қолданып радужный пирог жасайтын боламыз. Біздің 5 түрлі түсіміз дайын. Енді қалыпқа пергамент қағазын сулап, өткендегіндей лайфхакты қолданамыз. Сулап қалыпқа жайғастырып, үстінен бірін-кетін әртүрлі түстерден салып шығатын боламыз. Қаласаңыздар бұл жерге буква сияқты жазсаңыздар болады, немесе гүл істесеңіздер болады, немесе кемпір қосақты бейнесін салсаңыздар болады. Маған осылай ұнайды, бір-бірден салып, қамыр креміміз біткенше осылай жасаймыз. Әрбір түске бөлек-бөлек қасықты қолданған абзал. Түстер бір-біріне араласып кетпеу үшін. Осындай біздің пирогымыз дайын. Енді ыстық пешке 30-40 минутқа салып аламыз. Дайын болған пирогымызды таяқшамен тексеріп көреміз. Таяқшаға жабыспаса, значит піскен. Осындай әдемі мерекелік дастарханға балалар сүйіп жейтін пирог дайын болды. Ортасына ашып крем жағып жесеңіздер болады, немесе бетіне крем жағып торт сияқты жесеңіздер де болады. Енді ары қарай сіздердің фантазияларыңызға байланысты. Сізбен бізге ас болсын, каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ерекше, жұп-жұмсақ болып шығатын, жасалуы өте оңай, мерекелік дастарханға әдемі болып жараса кететін пирогты жасап көріңіздер.